артына қарап, аяғының астындағы ауылы мен қаптай жайылып келе жатқан қойын көріп, Бәкең отқа үйтілген ескі суыр бөрікті қолға алып, көзді аспанға салды да аэропланға көзі түсті. «Астапыралла!» деді Бәкең. «Астапыралла! Бұл қай құс? Астапыралла! Айырболаң?» «О жасаған-ай! Айырболаң деген осы екен-ау! Ойна келгенін қылатын орыс-ай! Сен таппаған жер астында қолы қалған жоқ-ау!» Көзін сүрте түсіп, тесіле қарап тұр Бәкең. Бәкеңнің көзіндегі аэроплан шудың аспанын көктей өтіп, селдіреген ақ сары бұлт астымен түйілген лашындай ұшып келеді. Бәкеңнің нашар көретін, жаңары қайтқан көзіне аспан көгілдір көл сияқты. Ақ шарбы бұлт көбігіндей, ана аэроплан көбік астындағы тынық суға сіңіп, сүңгіп жүрген балық. Сол көрініспен қордайдың аспанын баса көктеп сырылдап, сырғанап келеді. Бәкең қадалды да, қасқырды да, өгізді де ұмытты. Аспандағы бұлттың астында дырылдай қалықтап, әуенің үлкен, шетсіз кеңдігін жүзіп келе жатқан аэроплан, қордай дөңінде әуеге мөлиіп тұрған Батырбек қойшының көз жанарымен бірге ой қиялын тереңімен суырып әкетті. Анау әдемі аспан, ондағы ұшып келе жатқан ұшқыр айырболаң құс. Әне құйрығы, анау қанаты мен басы. Қара мойын шағалауға ұқсай ма? Бірақ шағала аспандамайды ғой, көлде ұшады. Жоғарылап ұшқанын аққу десе де болады. Осы жерден неше арқан бойы болар екен? Дүние-ай! Ішінде кісі бар-ау! Орыс қой! Қазақ болса, комиссарлар ғой! Осыға мініп ұшқан кісінің не арманы бар? Астапыраллай! Басы айналмай ма екен? Бұлардың шығармаған сұмдықтары жоқ. Сұмдық. Айырболаң деген осы екен ғой.